Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге мәтінмен жұмысқа арналған интербелсенді әдіс-тәсілдермен таныстыратын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыз. Ал ендеше бастаймыз. Мәтінмен жұмысқа арналған әдістердің бірі мозаика. Алдымен оқушыларға мәтінді оқып шығуға белгілі бір уақыт беріледі. Танысып болғаннан соң оқушыларға кітапты жабуға немесе мәтінді жинап алуға нұсқаулық бересіз. Алдын ала сол мәтінді қағазға шығарып, оны бөліктерге бөліп дайындап қоясыз. Мәтін оқып болған соң әр оқушының алдына немесе топқа мәтін бөліктерін беретін боласыз. Сол бөліктерді оқушылар құрастыра отырып, тұтас мәтін жасап шығуы керек. Логикалық бірізділік жүйесімен толық ой шығуы тиіс. Бұдан мәтінді оқушы қалай меңгерді, соны анықтайтын боласыздар. Жол шетіндегі түсінік. Мәтінді оқи отырып, әр абзац бойынша жол шетіне бірден түсінік бере кету тапсырылады. Яғни, әр түйінді ойдың тұсына белгілі бір мақал-мәтел немесе реплика, нақыл сөздер жазып отыру керек. Олар қызықты және бірден көңіл аударатындай болуы шарт. Оны қарандашпен жазса да болады, басқа түсті қаламмен немесе түрлі түсті стикерлер қолдансаңыздар да болады. Кейіннен жұмыс топтарда талқыланатын болады. Яғни, 2 топ, мысалы 3 топ болсын, олар бір-бірімен мәтіндерді алмаса отырып, өздерін бағалайды. Ең үздік жұмыс иесі өз пікірмен бөліседі, не себепті олай жазғанына түсініктеме береді. Тірек белгілер мәтінді оқу әдісі. Ең алдымен мұғалім сыныпқа мәтінді оқып береді. Оқушылар неғұрлым жақсы түсінуге тырысып, конспектілеулері тиіс. Конспектілегенде сөздер немесе сөйлемдер қолданылмайды. Тек қана суреттермен немесе шартты белгілермен беруі басты талап болады. Мәтінді бөліктермен бейнелеуге де болады. Сызбаларды кезекпен көрсетіп түсіндіреді, ал басқалары оны бағалап, озық идеяны таңдайды. Бейнелеудің ерекше шешім тапқан бірегейлі есепке алынады. Мысалы, ат ер қанаты деген ойды білдіру үшін ер адамның суретін, аттың және қанаттың суретін сызып көрсетуге болады. Бұл әдіс оқушылар үшін өте қызық. Мәтін құрау әдісі. Мәтін құрау әдісін мына рет бойынша жүзеге асыратын боласыздар. Бірінші, шағын топтар жасайсыздар, яғни оқушыларды шағын топтарға біріктіресіздер. Барлық топтарға бірдей мәтін берілу керек. Мәтінмен танысқан соң сұрақ құрастырылады. Әр сұрақ жеке парақшаларға немесе стикерлерге жазылады. Сұрақтың санын алдын ала анықтап алу қажет. Жазылған сұрақтар оқытушыға тапсырылады. Оқытушы барлық сұрақтарды араластырады да, әр топтан бір адам шығып, белгілі мөлшерде сұрақтарды алады. Мысалы, бір топ 3 сұрақтан немесе 5 сұрақтан алуы мүмкін. Сұрақ бойынша рет-ретімен қалпына келтіріліп, мәтін түзуі шарт. Бастапқы оқылған мәтін мазмұны қайта жаңғыртылып, еске түсіріледі. Осылайша жаңа тақырыппен танысады және талқылап талдайтын болады. Каналыма тіркеліп лайк басыңыздар, комментария қалдырыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.